Саламатсыздар ма YouTube каналының көрермендері. Бүгін сіздермен баклажанмен запеканка жасау тәсілімен бөлісетін боламын. Сонымен бізге керегі баклажан, картошка, қызанақ, болгар бұрышы, пияз, көк пияз, тартылған ет, шырын, қызанақ шырыны, спецтер, сарымсақ, шыбұрыш, сыр керек болады. Баклажанымызды тұздап қоямыз, картошкамызды суға салып пісіріп аламыз. 20 минуттан кейін жайлап қуыратын боламыз. Екі жағын жақсылап қуырып аламыз. Көкөністерімізді турап, оларды жеке қуыратын боламыз. Өзінше фаршымызды, тартылған етімізді пиязбенен араластырып, паприкамен шыбұрыш салдым, тұз салдым. Бұған бір жұмыртқа саламыз, жаңа айтылмай кетіпті. Сөйтіп, осылай шариктер жасап қоятын боламыз алдын ала. Міне осылай бәрін дайындап алдық. Бұларды аз ғана майға жаймындеп қуырып аламыз. Картошкамызға сиырды үкіштен өткізіп, оны араластырамыз. Көкөністерімізді табаға бөлек қуырып алатын боламыз. Сосын жаймендеп баклажанымызды осылай табаға осылай қабаттап қоямыз. Үстіне картошкамызды саламыз, сыр араластырған. Бетін жақсылап тегістеп, оның бетіне жаңа қуырылған тартылған етімізді осылай бетін көмкеріп шығамыз. Бұның бетіне жаңа көкөністерімізді қуырылған бетіне тегістеп шығатын боламыз. Осылай подливаның бәрін бетіне жағамыз. Төменге қарай бұл сіңетін болады, дәмді болады солай. Сонымен қалған қуырылған баклажандарымды бетіне осылай бетін көмкеріп шығамын. Осыдан кейін жиегін ортаға қарай көмкеретін боламыз. Соңынан бетін қызанақпен көкөністермен әсемдеп қоюға болады, көрнекті болу үшін. Соны 180 градуста 15 минутта отқа қойып пісіріп алатын боламыз духовкаға. Өйткені бізде бұның барлығы піскен тағамдар. Сондықтан 15 минут қана қоямыз. Біздің запеканка міне дайын болды. Сіздермен бірге болған Лейла. Комментарий жазып, лайк басып тіркеліп отырыңыздар.